Ағылшын тілі ерекше тіл, және оның өзгешелігі және қиын нәрсесі ол оқылу. Біздің тіл сияқты бар әріптерді оқи салмайсың. Сан алуан түрлі ереже бар. Сонымен көп созбайық, бүгін біздер ағылшын тіліндегі қиын оқылатын сөздерді өтеміз. Сәлем көрермен, артыма қош келдің. Біз бастаймыз. Сіз арнаға жазылам дегенше мен бүгінгі тәртіпті түсіндірейін. Алда бізде 10 сөз беріледі. Ол 10 сөз көп кездесетін және көп қате оқылатын сөздер. Мен сізге сөзді беремін, соны сіз өзіңіз оқисыз, одан кейін мен дұрыс жауабын айтамын, дұрыс оқылуын яғни. Қанша қате болды, қанша дұрыс болды, ұялмай астыға жазсыңыздар. Сонымен бірінші сөз, ол көп кездесетін сөздердің бірі, ол мына сөз. Сонымен 1, 2, 3 қалай оқыдыңыз? Егер сіз language деп оқысаңыз, сіз үлкен молодецсіз. Сонымен бұл сөз language, language емес. Language, тіл. Мына тіл емес, ол сөйлейтін тіл. Тілінде сөйлейді ол. Окей. Kazakh language, Russian language, English. Oh, excuse my language. I know you guys talk my language. Келесі сөз, мына сөз. Оқыдыңыз ба? Точно? Онда бұл сөз comfortable. Бұл ыңғайлы, комфортабельный, comfortable емес. Comfortable now. It's your favorite chair. It can't be very comfortable. Perhaps you'll feel more comfortable in this, sir. You can crash on the couch. It's comfortable. Келесі сөз ол хор. Яғни мына сөз ағылшынша хор. Ал бұл қалай оқылады? Оқып көріңіздер. Choir емес, choir. 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 Thank you, choir. That was beautiful. I sing in his choir. And we thought we'd all perform together in a choir. Ал мына сөз арал деген сөз. Бірақ бұл қалай оқылады? Сонымен 1, 2, 3. Island емес, island. Арал, island. I own an island off the coast of Costa Rica. Up to this point, I knew that Sophia once had a father who was an architect, that she had an island in El Tigre. Білеміз, ағылшын тілінде әйел деген сөз woman. Woman. Ал олардың көпше түрі осы. Осы. Енді бұны қалай оқисыз? Women. No, women don't cheat. General, did you realize there were children and women in the crowd? Келесі сөз ол мына сөз. Оқыдыңыздар ма? Сонымен бұның дұрыс оқылуы aisle. С қайда кетті? Арасындағы әріптер қайда кетті? Түсініксіз, сондықтан бұл aisle. Aisle'дан мағынасына келсек, ол жол, яғни қандай жол? Мысалы, сіз дүкенде кетіп бара жатырсыз, мына жағында тамақтар, мына жағымызда тамақтар, және осының арасында өтетін жол aisle. Қазақшасы білмейді екем. Қазақшасын білсеңіздер, астық жазып кетіңіздер. Зато ағылшыншасын білеміз. Window aisle, boys. You, step into the aisle. Come on, up. Yes. She was standing there blocking the aisle. Келесі сөз. Оқыдыңыздар ма? Сонымен 1, 2, 3. Бұл сөз ache. Және мағынасы ауру, сыздау. Жалпы ауру деген сөз. Ауру адам емес, сол ауру. Жөтелу, анау-мынау, сол бәрі ache. It's an ache. So, your bones ache, your jaw locks. Perhaps you ache for what you've never known. Келесі сөз бізде аяқ киім. Қалай айтылады аяқ киім? Осылай жазылады. Ал қалай айтылады? Бұл шое емес. Шое деп айтып жүрмеңіздер. Бұл жағына shoe. Shoe. Ал көпше түрі shoes. Where's my damn shoe? I don't know. Did you see it? I lost my shoe. Can I have my shoe back? Келесі сөз ол осы. Оқыдыңыздар ма?
Сонымен бұны дұрыс оқылу circle. Circle деген сөз циркульге ұқсайды. Циркуль, circle. Себебі circle деген домалақ, шеңбер деген сөз. Ал циркульмен біз шеңбер түзамыз. Солай circle ол шеңбер. Perfect circle of protection. When you get to the circle, strip. Соңғы және баста ортатын сөз ол мына сөз. Оқыңыздаршы. Жайған оқыңыздар. Және дұрыс оқылуы Q. Арқасындағы қалған әріптер қайда кетті? Бір әріп қоя салмай ма деген сөз. Как только его не пытается произносить то куэ, то куи, то по-казахски кью. В этом слове произносится только первая буква, потому что остальные буквы стоят в очереди. Итак, очередь — это Q. Cut off my cue. Wait a minute, there's a Q here. Сонымен видео пайдалы болды деген ойдамын. Жаңа сөздердің оқылуын үйрендіңіздер деген ойдамын. Үйренсеңіздер мен өте қуаныштымын. Және сол рахметтер бар болса лайк басыңыздар. Лайк басу тегін. Алда әлі талай пайдалы қызықты видеолар шығады. Олардан қорғалмау үшін арнаға тіркеліңіздер. Ол да тегін. Сонымен сіздермен болған мен Аружан. Сау!